Қазір қауіпті ауруларды операциясыз табиғи шөптермен емдеуге болады. Бұл қазақтың дәстүрлі халық емі. Алматыда осындай орталық ашып, науқастарды дәрілік шөппен әрі отпен емдейтін мамандар осылай деді. Сан ғасырлық халық емін қайта жаңғыртқан орталық туралы тілші Амангелді Сейітханның материалында. Қазақтың дәстүрлі тәсілімен емдейтін орталыққа қазір келушілер көп. Бір жылдың ішінде 5000-нан астам адам ем алған, ал 2000-нан астам науқас операциясыз-ақ дертінен айыққан. Өйткені мұнда мамандар әлемде қауіпті саналатын 12-13 түрлі ауруды табиғи шөп дәрілермен емдейді. Бұл шөп дәрімен емдеуді біз қолға алып атқанымыз, мынау бізде бұрын өзіміздің қазақ халқымызда өте бойда тағы да бұрынғы ата-бабамыздардан қалған жаңағы шөп дәрімен емдеуді жаңғырту мақсатында осы өзімізден шөп дәрін жасап өндіріп елді жаңағы емдеушілерді емдеп жатырмыз. Орталық мамандары дәрілерді әр адамның ағзасына анализ жасап әзірлейді. Сонда оның науқасқа кері әсері болмайды. 5 немесе 7 күннің ішінде жан-жақты тексеру жүргізіліп, содан кейін дәрі дайындалады. Ал табиғи дәрі дайындау үшін олар дала кезіп емдік шөптерді өздері теріп әкеледі. Қазір осы жердегі шөп дәрілерді біз 20 түрліге барады. Мысалы, қан басым бар, бүйрек бар, простатит деп қоямыз, қан қоюлық, асқазан соғаларға. Қазір мұнда елімізден бөлек Моңғолия, Қырғызстан, Өзбекстан сияқты елдерден де науқастар келе бастаған. Ал семейлік Мұғзиз апа тізесімен бел ауырып, осы уақытқа дейін түрлі ем алған. Тек осындай емделгелі айтарлықтай нәтиже байқадым дейді ол. Әйбат болып қалдым. Жүре алмай келіп едім, қолым іштемен ұстай алмай келіп едім. Бәрінде жақсы ұстаймын қазір. Шөппенен емделген өте жақсы екен. Және күнделікті дәрігерлер өзіңіз неменеңді жағдайыңды көріп, зерттеп, сол бойынша өздерінің емін қолданады. Орталықта дәрі жасайтын мамандар Қытайдан білім алған. Өйткені көрші елде өте бойдақ Тілеуқабыл атындағы қазақтың халық емін оқыту курсы 10 жыл бұрын ашылыпты. Сол жерде оқыған шетелдіктер де барлық ауруды қазақтың шөп дәрімен емдеу әдісіне ерекше таң қалды дейді мамандар. Амангелді Сейітхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.